Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мен балам жарық күнде сәуле қуған» бөліміндегі Сайын Мұратбековтың «Жусан иісі» хикаясы. Бүгінгі сабақтағы оқу мақсаты шығармадағы көркем ауыстыруларды, троптарды, метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнауды анықтау. Бағалау критерийлері. Шығармадағы көркем ауыстыруларды, метафора, кейіптеу, гипербола, градацияны анықтайсыздар. Көркем ауыстырулар деген не? Алдымен осыған тоқталып өтейік. Кейіптеу, метафора, гипербола, алмастыру. Кейіптеу әртүрлі жануарларды, табиғат құбылыстарын немесе жансыз нәрселерді адам кейпіне келтіріп суреттейтін көркемдік тәсіл. Мысалы, ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымастыры жанды деп, қыстың келбетін ақ киімді денелі ақсақалды адам кейпінде суреттеп отырып, осындай суреттеуді кейіптеу деп атаймыз. Метафора деген не? Метафора құбылыстар мен заттардың ұқсастық белгілері негізінде астарлы мағынада қолданылуы. Метафора әрдайым ауыспалы мағынада жұмсалады. Мысалы, сен қасқыр екенсің, немесе мен биік мұнарамын, яғни адам немесе автор өзін басқа нәрсемен салыстырып, ұқсастық белгілерімен салыстырып қолданады. Осындай қолданысты метафора деп атайды. Алмастыру, яғни метонимия, бір-бірімен өзара іштен байланысты екі құбылыстың, бұйымның, нәрсенің атын бірінің орнына бірін ауыстырып қойып жұмсауды айтамыз. Мысалы, үйі мәз боп қой сойды. Осы сөйлемде үй ішіндегі адамдарды үйі деп ауыстырып отыр. Осындай қолданысты алмастыру немесе метонимия деп атайды. Гипербола күшейту деген мағынаны білдіреді. Гипербола қиял бейнелерін жасауға қатысатын әдістердің бірі. Гипербола деп нәрсенің жеке сипаттары, белгілері үлкейтіліп көрсетілуін айтады. Мысалы, Қобыланды батыр жырындағы Қобыландының астына мінген атын жоғарғы ерні көк тіреп, төменгі ерні жер тіреп деп сипаттайды. Яғни аттың жоғарғы ерні аспанға, төменгі ерні жерге тиеді деп асыра ұлғайтып көрсетіп тұр. Осылай суреттеуді гипербола деп атайды екен. Енді тапсырмаға кезек береміз. Сіздерге шығармадан үзінділер алынып беріледі. Шығармадан алынған көркем ауыстырулардың түрін сәйкестендіру кестесі арқылы анықтайсыздар. Берілген үзінділер. Күннің көзі қанталағандай боп ерекше қызарып, ұясына қонуға таянған. Түнде қотыртайға қанат бітіп, асқар таудан ұшып өтеді. Батырлар сілтеген көксемсер қару біткеннің құдайы. Түнерген аспан, ат қораның іргесінен әрі қарай үңірейіп жатқан қорқынышты терең құз. Жақсыдан қалған тұяқ ең, деді Аянға бабайдың кемпірі. Осы тапсырманың дескрипторы шығармадан алынған сөйлемдерді оқып танысасыздар. Сөйлемдерде қолданылған көркем ауыстыруларды табасыздар. Тапсырмада сәйкестендіру әдісін қолданамыз. Бірінші бағандағы берілген сөйлемдерді екінші бағандағы қай көркемдеу тәсіліне сәйкес келетіндігін табасыздар. Күннің көзі қанталағандай боп ерекше қызарып ұясына қонуға таянған. Екінші, түнде қотыртайға қанат бітіп, асқар таудан ұшып өтеді. Үшінші, батырлар сілтеген көксемсер қару біткеннің құдайы. Төртінші, түнерген аспан, ат қораның іргесінен әрі қарай үңірейіп жатқан қорқынышты терең құз. Бесінші, жақсыдан қалған тұяқ ең, деді Аянға бабайдың кемпірі. Ал балалар, ойланамыз. Сіздерге сәттілік. Енді өзіміздің жауабымызды дұрыс жауаппен тексеріп көрейік. Күннің көзі қанталағандай боп ерекше қызарып ұясына қонуға таянған, бұл кейіптеу. Түнде қотыртайға қанат бітіп, асқар таудан ұшып өтеді, гипербола.
Батырлар сілтеген көксемсер қару біткеннің құдайы метафора. Түнерген аспан атқораның іргесінен әрі қарай үңірейіп жатқан құс қорқынышты терең құз. Бұл кейіптеу. Жақсыдан қалған тұяқ ем дейді аянда бабайдың кемпірі. Метонимия, яғни бұл жерде тұяқ сөзі алмастырып тұр аянды. Жарайсыздар оқушылар, олай болса, келесі тапсырмаға ауысамыз. Екінші тапсырмада сіздерге троптың екі түрі беріледі. Осы троп түрлерін Вен диаграммасы арқылы салыстырып жазасыздар. Бірінші бағанда метонимия, соңғы бағанда кейіптеу, ортасында осы екі троптың ұқсастығы мен айырмашылығы жазылады. Тапсырманың дескрипторы метонимия мен кейіптеуді білесіздер, ұқсастығы мен айырмашылығын ажырата аласыздар. Енді өзіміздің жауабымызды тексеріп көрейік. Метонимия. Алмастыру деп бір-бірімен өзара ішкен байланысты екі құбылыстың бұйымның нәрсенің атын бірінің орнына бірін ауыстырып қойып жұмсауды айтамыз. Кейіптеу. Әртүрлі жануарларды, табиғат құбылыстарын немесе жансыз нәрселерді адам кейпіне келтіріп суреттейтін көркемдік тәсіл. Екеуінің ұқсастығы мен айырмашылығы. Екеуі де көркем ауыстыру түрлеріне жатады, екі түрлі ұғымды білдіреді. Міне оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша тапсырмалар ретін түгел орындап шықтық. Енді оқу тапсырмасына мән береміз. Сіздерге сілтеме берілді. Берілген сілтеме бойынша шығарманың фильмдегі нұсқасын көріп, сол кездегі балалардың өмірі мен бүгінгі балалардың өмірін салыстырып, өз ойларыңызды жазыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.